Бүгін Астанада Қазақстан, Беларусь және Ресейдің бизнес бірлестіктерінің өкілдері бас қосып, Еуразиялық экономикалық комиссиясымен өзара байланысты нығайту мәселелерін талқылады. Қазіргі таңда кеден одағына қосылған 3 мемлекет кәсіпкерлерінің одақтары ортақ мүддені бірге қорғау үшін өткен жыларына кеңес құрды. Бүгінгі жиында Қазақстан, Беларусь, Ресей бизнес сұхбаты мен Еуразиялық экономикалық комиссиясы арасындағы әрекеттесудің жобасы сөз болды. Құжатта кеден одағы мен бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын жетілдіру, сонымен қатар стратегиялық даму мәселелері бойынша бірлескен ережелер қамтылған. Кеден одақтың бір пайдасы тек бәсекелестік емес қой, біз қазір тек бәсекелестікті айтып жүрміз. Жаңа Беларусьтың товарлары көбейіп кетті, немесе Ресейдің товарлары, цифрға, статистика жүгінеміз, оның бәрі дұрыс. Бұл алғашқы жыл, ал енді бұның артында бәсекеден басқа кооперация да бар. Ол мәселені бірге қарау керек. Қасымызда орталық Азияның рынкілері бар, әсіресе үлкен Қытайдың нарығы бар. Сондықтан бірігіп жұмыс жасауды да ойлауымыз керек.